Дана халқымыз сыйластық бар жерде береке бар. Немесе адамның күні адаммен деп сірәді тегін айтпаса керек. Татулықтың бағасы мен туысқандықтың қадірін білген ата-бабамыз, татулық елдің тұғыры, туғандық жүрек жылуы деп туыстық байланысқа үлкен жауапкершілікпен қарап, елдің іргесін шегендей түскен екен. Өткенге көз жүгіртсек, өмір дейтін керуеннің көш басында татулық пен сыйластық сынды ізгі қасиеттерді өнеге қылып, әспеттеген жайттарға куә болып жатамыз. Солардың ішінде екі әулеттің ғана емес, екі елдің арасында алтын көпір болып жалғанып, Құданың мыңжылдық, күйеудің 100 жылдық екендігін даналықпен дәлелдеп өткен қос құда, Сайдағұлы Тәнеке атамыз бен Сыдықұлы Мұратхан атамыздың сөзге тоқтаған, салтқа берік, дәстүрге бекем бейнесіне ерекше тоқталмақпыз. Бір үйдің қызы, бір елдің келіні, бір әкенің ұлы, бір шаңырақтың иесі, құдасын төрге шығарып күйеуін құрметтеп, екі елдің жібін үмітпен үзбеген Тәнеке атамыз, айтса айтқандай текті әулеттің тұяғы, асылдың сынағы. Ағайынды 3 ұл, 3 қыз. Қайсар ұлы Сайдақ атамыз Қытай елінде шамамен 47-49 жасында өмірден озыпты. Атамыздың жары Райыс қызы Зеріп апамыз қосағы өмірден өткеннен кейін даналығымен дүйім ауылдың тірлігін басқарып, қиын қыстау кезінде елге тірек, жұртқа сүйеу бола білген екен. Көрегендігі мен қайсарлығы сол заманның талай ауыртпалығын еңсеруге себеп болған Зеріп апамыздай абзал анадан 1916 жылы Тәнеке атамыз дүниеге келді. Талайдың басынан әубет болған 1930 жылғы аласапыран кезінде Қытай Халық Республикасына өтіп, сонда өмір сүрген Тәнеке атамыз тума тектілігін таныта отырып, Қытай жерінде өзінің еңбекқорлық қабілетімен көзге түсіп, ел басқару ісіне араласып, зәңгі, әкім қызметін атқарып, халық сенімінің жүрегін арқалай білді. Орта бойлы, ширақ қимылды, отты жанарлы Тәнеке атамыздың өз айтқандай, Қытайда жүргенде де, Қазақстанға келгенде де, жауырыны жері искеген емес. Бұл сөзі жай ғана мақтан емес, қайсар рух пен сынбас жігердің айғағы еді. Ат құлағында ойнаған шабандоз, жауырыны жер искемеген палуан, дода десе делебесі қозар оның болмысы, табиғатпен біте қайнасқан дала перзентінің нағыз келбеті іспетті. Жастай қалап қосылған қосағы Әлімбек қызы Кеуерхан ападан тараған 9 перзент, бір әулеттің 9 тірегі. Бүгінде солардан үрбіген ұрпақ 29 немере, 59 шөбере, 7 шөпшек. Текті тәрбиенің берекелі бірліктің, адал еңбектің жемісі сияқты. Тамыры тереңге кеткен алып бәйтеректей жай қалыптар. Тектіден текті туады. Тектілік тұқым қуат демекші, атамыздан қалған асыл тұяқтың ізі Сайдақ еркін бүгінде халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Азия, әлем чемпионының жүлдегері атанып, ата жолын абыроймен жалғастыруда. Өмірдің өзінен сүзілген ақиқат, адалынан еңбек етіп, біреудің ала жібін аттамау сынды жазылмаған дала ережелерін өз ұрпағына үнемі насихаттап отырар дана қарт 2016 жылы 100 жасқа қараған шағында бұл дүниеден өтті. Адалдық оның тірегі болды, еңбек оның серігі болды, адамгершілік оның өлшемі болды. Жақсы әкенің артында ұрпақ қалды, жақсы адамның артында өнеге қалды. Ал Тәнекедей тектінің артында күллі әулетті біріктірген береке қалды. Береке емей немене? Құдасын құдайындай сыйлап, құдалықты ғасырларға жалғап өмірден өткен бабаларын еске алып, Құран бақыштар ұрпақтары қалса.
тең-теңімен, тезек қабымен демекші, Тәнеке атамыздай тұғырлы жанның Құдай қалап қосқан құдасы да осалдан болмаса керекті. Темірбек ұлы Тілекеден тараған бір әулеттің 9 тірегі, бір бәйтеректің 9 бұтағының бірі Сыдық атамыз дәулетімен ғана емес, дархан мінезмен де елге танылған, жанға, малға бай, асыл азамат болған. Елбасына күн туған дүрбелең. Ашаршылық жылдары Сыдық атамыз тағдырдың айдауымен Қытай асып, жат жерде жүрсе де елден тамырын үзбей, ұрпағын үмітке жалғап өтті. Құлжа өңіріндегі Тоғызтарау мекенінде Нілжан апамыз, Әбілен, Әрмия, Кемел, Мұхаммед Сәлім Айып пен Мұратқандай ұлдарды дүниеге әкеліп, әулеттің отын өшірмей, түтінін түту маздата түсті. 6 ұлы айбарынан ат үрккендей, Албанның 6 үйіне айналды. Әулеттің емес, ауылдың сүйенішіне айнала білген Мұратхан әкеміз 1968 жылы Бегімбай қызы Гүлсара анамызбен шаңырақ көтеріп, 6 перзентті өмірге әкелді. Екеуі де қарапайым еңбекпен ел қатарлы өмір сүріп, колхоздың жұмысына белсене араласты. Әкеміз темір тұлпарды тізгіндеген шопыр, адал еңбектің иесі болса, анамыз шаңырақтың шырағын жаққан, отбасының берекесін келтірген асыл жан еді. Алайда тағдырдың жазуы 1976 жылдың желтоқсанында небәрі 33 жасында Гүлсара анамыз өмірден өтті. Сол бір күн әулеттің жүрегіне түскен сызаттай. Сол бір қайғы, уақыт өтсе де ұмытылмас мұнар мұңдай есеңгіретіп ақ кетті. Десе де өмір өзенінің ағымы 1979 жылы Мұратхан әкеміз Күлімхан анамызбен бас қосып, үзілген үміт қайта жалғанды. Күлімхан апамыз 3 қыз бір ұлды дүниеге әкеліп, отаудың отын өшірмей, шаңырақтың шырағын қайта жақты. Бұл аналық мейірімнің, адамдық төзімнің, отбасыға деген адалдықтың шынайы көрінісі еді. Мұратхан әкеміз жетімге пана, жесірге қамқор, сұрағанға қолын созып, жақынға тірек, алысқа үлгі болған азамат еді. Достыққа берік, сөзіне мығым, жүрегі кең, ниеті дархан жан еңбек десе ерінбейтін, іс десе іркілмейтін, жұмысқа тиянақты, қимылы шапшаң, қолы епті жан болатын. Темірді тілге келтірген, шеберлігімен техниканы сөйлеткен озат шопырдың жүрген жолы, адал еңбектің, маңдай тердің жолы болды. Осындай азаматтың артында қалған ұрпақ, оның өмірінің жалғасы, еңбегінің жемісі, тәрбиесінің айғағы. Уақыттан да биік, ғасырдан да ұзақ өмір сүріп, татулықпен туысқандықтың іргесін мақтап шегендеп кеткен осынау тұлғалар, қос құдамыз Сайдақұлы Тәнеке мен Сыдықұлы Мұратхан әкелеріміздің жатқан жері жайлы, топырағы торқа болып, артында қалған ұрпағына майын шашсын.